Қайырлы күн оқушылар. Нұсқаулықтармен жұмыс жасайық. Себебі осы жердегі қарастырылған сұрақтарды біз қазір әр сұрақты жеке талдап қарастырамыз. Өйткені көріп отырсыздар, мынау ұлттық тест орталығында ешқандай сұрақтар бірін қайталап отқан жоқ. Күн сайын база ауысып отыр ма, сондай болып отыр деймін де. Сондықтан да ешқандай жаңағы слив, анау ешқандай сұрақтар қайталанып жатқан жоқ. Біз сонымен неге тікелей сүйенеміз? Әрине, бұл өз білімімізге сүйенеміз деген сөз ғой. Былайша айтқан кезде мектеп оқулықтары, жалпы мен қазір сіздерге осы сабақта жалпыда қандай оқулықтардан, тіпті кейбір сұрақтардың өзін сол оқулықтардың өзімен қай жерден алғандығын көрсетіп отырамын. Сол жаңа оқу бағдарламасы негізінде жасалған тесттер сіздерге ұлттық тест жаңа ұбт-да көмегі тиіп қалар деген оймен жасадым. Сонымен бастайық онда. Парсы патшасы Дарийдің жазбаларында өз империясының солтүстік шетіндегі мемлекет атауы дейді. Балдар, бізден бәрі дұрыс қой, Сонымен Хауама сусын ішетін сақтар деген бізде балдар. Бұрын бүйтіп келетін дом бұл. Мұрғап өзенінің бойында өмір сүрген екпелетті бізде. Сондықтан Мұрғап өзенінің жағасы, яғни ол қай жерде бізде? Ол Мұрғап өзені бізде Түркменстанда орналасқан. Түркменстан деген жерде, Түркменстанда орналасқан. Жалпы енді мына жерде мен сіздерге кішкене бір карта сыза салайын, былай Қазақстан картасында асықпай сол жерден көрсетіп отырайын. Кім біледі, енді осы Хауама сусындарды дайындайтын туралы сіздерде контекст келіп қалуы мүмкін ғой. Сондықтан да толығырақ алып отқанымыз жақсы мәліметтерді. Себебі контексттер келіп қалса, осы жерде осы сұрақтарда білесіздер, контекстте сіздерге бір контексттен 5 балл алатыныңды да. Әрине ол мәтіннің ішінде жауаптары болса тамаша, ал көбі отырсыздар ғой, көп жағдайда бізде мәтіндерде жауаптар болмай жатады. Сондықтан мына сұрақтарды талдап кетейік. Мынау бізде Арал теңізі, мынау бізде Балқаш көлі, мынау Іле өзені, мына аймақты біз не дейміз? Жетісу аймағы дейміз. Жетісу. Мына аймақ бізде оңтүстік Қазақстан, Сырдария ағып жатыр мына жерде, үлкен өзен. Мынау бізде Амудария деген өзен. Мына жерде бізде Өзбекстан бар, Ал енді Түркменстан бізде осы бір жобаларда орналасқан. Түркменстан осы жерде. Түркменстан деп ала салайық енді осы жерде. Осы Түркменстанның бізде Түркменстандағы Мұрғап өзенінің жағалауында бізде осы кімдер өмір сүрді? Хауама сусын дайындайтын сақтар. Хауамалар осы жерде өмір сүрді. Ал енді бізде Тигра-Хауда деген сақтар бар, яғни шошақ бөріктілер деген. Бізде олар Жетісу аймағында өмір сүрген. Тигра-Хауд. Мына жерде бізде Шығыс Қазақстан, яғни Берел, Шілікті деген обалар орналасқан. Бұл жерде жазып қоя салайық. Берел обасы және Шілікті деген оба осы бізде Шығыс Қазақстанда. Яғни бұл жерде Шығыс Қазақстанда бізде кімдер өмір сүрген? Ари-Маспы сақтар өмір сүрді. Ари-Маспы. Менде түсін өзгертіп ола салайшы. Жасылғы болайық. Ари-Маспы сақтар өмір сүрген мына жерде. Мына жерде көріп тұрсыздар, Жетісуда Тигра-Хауда сақтар өмір сүрген. Хауама суын дайындайтын сақтардың қазіргі Түркменстан жақта жүрген. Енді Исседон деген сақтар бізде орталық Қазақстанда өмір сүрген. Исседон сақтары. Ал енді Ари-Маспы деген сақтар бізде Ари-Маспы. Бізде солтүстік және солтүстік батыс Қазақстан дейсіздер. Солтүстік және солтүстік батыс Ари-Маспы сақтары. Ақ жалды жүйрік аттылар деп атаған бізде. Ал енді бізде бұл жерде Хауама сусын дайындайтындар деген дұрыс келмейді бізде. Дарийдің солтүстік шетіндегі деген кезде бұл дұрыс жауап болмайды бізде. Біз қайттан нені ауыстырып алайық түсті. Алтын қорушы сақтар. Бізде енді Хауама дұрыс болмады ғой. Алтын қорушы сақтар. Бұл да дұрыс болмайды балдар. Енді алтын қорушы деп атқанымыз бізде көбінесе балдар Алтай жақта өмір сүрген бұлар. Сонда көбінесе Ари-Маспы сақтарына дұрыс келеді осы алтын қорушы сақтар деген. Қорушы деген өзі
сол алтыннан түрлі заттарды көп тұтынатын сақтар деген сөз ғой енді. Алтын көп тұтынады да, алтындары да көп болған болар деген сөз. Енді Иран жазбаларында бізде сақтарды бізде жүйрік атты турлар деп келген. Тур деген сөз бізде бұл көшпелі деген мағынаны білдіреді. Турлар деген сөз көшпелілер деген сөз. Және атпен, жүйрік атпен көшетіндер деген сөз ғой енді. Жүйрік атты турлар. Бұл Иран жазбаларында, бірақ бұл балдар кімнің Дарийдің жазбасында келмейді бұл. Дарийдің жазбасы бізде Бехистун деп аталады, Дарийдің жазбасы қалай аталады? Бізде Бехистун деген жартас бар. Сол жартаста осы сақтар туралы именно көбінесе осы сақтарда мына тиграхауда сақтары, шошақ бөрікті сақтар бейнеленгендігі, айтылады бізде осы Бехистун жазбасында. Сол Бехистун жазбасында Дарий сақтарды не деп атаған дейді? Соғдылардың сыртындағы сақтар деп атаған екен дейді. Бехистун жазбасында Дарийдің, ұмытып қалмайық. Дарий білесіздер бізде 519 жылы сақ жеріне шабуылын бастаған еді. Оған қарсы сақтарды басқарып келген бізде кім еді ол? Скунха қолбасшы қарсы шыққан еді, бірақ ол тұтқынға түсіп қалды. Оны тұтқындайды. Скунханы Дарий. Одан кейін оған қарсы бізде аз ғана несімен сақ малшысы кім шығады бізде? Шырақ шығады оған қарсы. Шырақты бізде оның ерлігін жазған деп келеді бізде. Полиен деген тарихшы Шырақтың ерлігін жазып бітеді. Шөл далаға апарып, осындай үлкен ерлік көрсеткен еді осы жерде. Жалғыз өзі мына 240 мың әскермен келген, 240 мың әскермен келген балдар. Соның 40 мың сол ұрыс алаңында шөлден қырылған еді да. Осы мынау Шырақтың осындай үлкен асқан ерлігінің нәтижесінде көрдіңіздер ғой. Бұл жерде соғыста тағы бұл не ғой? Қойшы ғой бұл та, малшы. Ешқандай бір профессионал әскери адам емес. Жалпы айтқан кезде малшы. Егерде бұл жерде Шырақтың енді осы жерде үлкен ерлігін айтып кету керек. Отанға деген үлкен сүйіспеншілікті, отанға деген сүйіспеншілігінің нәтижесінде Құдай бұған үлкен әдіс, яғни әдіс айла ойлап табатын бір үлкен ой нәсіп етті да бұған. Керемет бір ұшқыр ой, ұтымды тактика, әскери тактиканы ойлап тауып, сонымен осылай жерде жаңағы Дарийді әскерін тасталған шығарған еді. Неге сұрақты балдар бір сұрақтың өзіне көп тоқталып жатырмыз? Себебі контекст, мәтін сұрақтар үшін. Түсінікті ғой? Мәтінде келіп жатса, осылардың барлығы сіздер үшін пайдасы тиіп қалады. Келесі сұраққа ауысайық біз. Жаңағы мұнан айтып кетейін, айтпақшы, осы жерде енді осы сұрақ балдар тура мен мына Жандосовтың кітабы, яғни ата мектеп баспасы болу керек. 10-шы сынып оқулығы ғой. Міне сол жерде көріп тұрсыздар, міне Дарийдің міне соғдылықтардың сыртындағы мемлекет деп атағандығы келіп тұр мына жерде жазбаларында. Көріп тұрсыздар ғой. Бұл бізде 44-ші бетте болу керек, 10-шы сыныптың 44-ші бетінде. Міне жерде міне картасы да тұр екен ғой, керемет қарап тұрыңыздар міне. Міне Хауама Варга сақтар міне тұр. Тиграхауда міне Жетісуда тұр. Исидон міне орталық Қазақстанда тұр да. Аримасплар міне көріп тұрсыздар шығыс Қазақстан жақта. Аргипилер міне солтүстік және солтүстік батыс Қазақстан жақтарды көріп тұрсыздар. Сарматтар Қазақстанның батысында екен. Көрдіңіздер, осы оқулықтардан тікелей алынған сұрақтар. 100% осы спецификацияда көрсетілген оқулықтардан алынып жатыр сұрақтар. Келесі сұраққа келейік біз. Балқаш көлінің оңтүстік шығысында болған Қазақ жоңғар шайқасы. Балқаш көлінің оңтүстігі жағысы болмайды бізде балдар, аягөз келмейді. Бізде бұл аягөз балдар шығыс Қазақстанда, шығыс Қазақстанда. Қазіргі білесіздер, аягөз деген қаламыз да бар. Сол аягөз деген негіз бұл өзен, қала да бар. Сол кезде осы өзеннің бойында шайқас болған еді, бірақ бұл шайқаста қазақтар алғашқыда жеңіледі, кейін жеңіске жетеді. Бұның бүйтіп сұрайтын жері бар. Бұл шайқас бізде 1718 жылы болды, ұмытып қалмайық. Осы шайқаста қазақтардың жеңілу себебі десе біз не дейміз? Әрине Әбілқайыр ханмен, Барақ сұлтан Әбілқайырмен, кешіріңіздер,
кімнің мирасқоры деп біледі бізде. Тәукенің мирасқоры, дұрыс айтады, дұрыс кім? Батыр, қателесіп шатасып отырмын бұл жерде. Батыр. Осы екеуі шайқасты бірігіп жүргізбегендіктен, әрине сол жерде мынау кім? Кешіріңіздер, Батыр деппін ғой, шатасып жатырмын, кешіріңіздер, Қайып екен, Қайып. Әбілқайыр мен Қайып хан бірігіп жүргізбегендіктен жаңа соғысты да осы жерде Аягөз шайқасында қазақтар жеңілген еді. Кейіннен бізде осы Аягөзде кім келеді кейін? Әрине Қабанбай Батыр келіп, осы Қабанбай Батырдың тікелей қатысуымен осы шайқаста қазақтар жеңіске жеткен еді. Бұл жерде бізде қазақтардың саны көп болды да, жоңғарлардың саны небәрі қанша болды дейді? 3-ақ мың әскер болған дейді. Сонда да жеңіске жетті дейді. Бізде бұл жерде көрдіңіздер, бірлік болмаса, қанша әскерің көп болса да, жаудың әскері аз болып, бірлігі мықты болса, маңызы сол жақта екендігін ұмытпайық. Бұланты шайқасы бізде 1726 жылы болды. 26-27 деп келеді. 26-27 жылдары Бұланты шайқасы. Кейбір жерде 28 деп те келеді. 27-28 бұрынғы кітаптарда енді жазбай қойықшы, 27-28 жылдары 1700-да. Яғни бізде нені сұрап тұр? 30-шы жылдар деп тұр. Бұланты негізі Балқаш жақта емес, ол Қазақстанның қай жағында болды? Бізде солтүстік, батыс жағында болды. Және де Бұланты шайқасында бізде жоңғар емес, бұл жерде бізде жоңғар сұрап тұр ғой. Бұл Бұланты бойында бізде бұл жерде кімдермен соғысты? Қалмақтар, бұл жерде әрине қалмақтар. Мынау жоңғарлардың ішіндегі тайпалардың бірі ғой, бұл қалмақтар деген. Негізі қалмақтар карта, мен бұлай жобалап жаза салайын. Мына Қазақстанның болатын болса, мына шығыс жақтан бізде кімдер шабуыл жасайды? Жоңғарлар. Ал енді батыс жақтан болса кімдер бізде? Қалмақтар. Шайқастың көп бөлігі осы батыс жақта болатын болса, онда именно қалмақтар болады. Негізі Әбілқайыр хан осы қалмақтармен көп соғысқан. Енді бізде бұл Бұланты дұрыс болған жоқ. Бұланты дұрыс емес. Солтүстік батыс Қазақстанда. Яғни қай жер азат етілді дегенде сұрақ бар. Қазақстанның солтүстік батыс азат етілді дейсіздер осы кезде. Басқа жерде келеді енді осы сұрақтар. Ал енді Құндызша балдар мүлдем жоңғарға қатысы жоқ бізде бұл, білесіздер. 1300 Теректі шайқасы 95-те болса, Құндызша шайқасы 91 жылы болды. Құндызша шайқасы бұл білесіздер Әмір Темір мен Тоқтамыстың арасында өткен шайқас бұл. Әмір Темір және кімнің арасында өткен? Тоқтамыстың арасында өткен шайқастың бірі бұл. 1391 жылы өтті. Сондықтан да бұл жерде негіз балдар дұрыс жауабы әрине В варианты дұрыс болады. Аңырақай шайқасы Балқаш көлінің оңтүстік шығысында. Мынау бізде Балқаш көлі болатын болса, соның осы бір жобаларында жоңғарлармен шекаралас аймақта орын алған шайқастың бірі. Сонымен балдар, бұл жердегі дұрыс жауап бізде не болды? Аңырақай шайқасы дұрыс жауабы болады. Аңырақай шайқасында бүкіл қазақтың басы қосылған Ордабасы тауынан кейін болды бұл шайқас. Ордабасы құрылтай бар ғой бізде. 1726 жылы Ордабасыда енді бүкіл 300-дің басы қосылды. 300-дің басы қосылған. Сол жерде бүкіл әскерді кім басшылыққа алды? Әрине, мұны айтамыз біз, Әбілқайыр. Бүкіл қазақтың басшылығын осы Аңырақайда басшылықта Әбілқайыр жүрді. 300-дің басы қосылып, осы жерде біз жоңғарларды бір жола жеңе алмай қалдық. Мұның да себебін сұрайды. Неге бір жола жеңе алмай қалдық? Билікке осы Әбілқайыр ханмен Сәмеке таласып қалады енді осы жерде. Сәмеке таласып қалады да, Әбілқайыр мен Сәмеке. Сондықтан да жоңғарлар осыны тиімді пайдаланып кетіп, 1741 және 42 жылы осы Ақтабан шұбырындыдан кем түспейтін екінші жорығы болады. Бірақ Аңырақай шайқасында жоңғарларды бастап келген Сеуан Раптан болатын болса, Сеуан Раптан. Ал енді мынау 1741-42-де осы Сеуан Раптанның баласы бізде Қалдан Серен келеді. Ұмытқамайық, Қалдан Серен деген әскер келеді. Қалдан Серен бастап келеді осы жерде. Сеуан Раптан балдар бізге 70 мың әскермен келген. 7 бағытты айдаһардай Жетісу жақтан, көрпістер осы жақтан бізде
осы бағыттардан былай 7 бағыттан келіп Жетісуды қатты қоршауға алған. Сонда жоңғар соғыстарында балдар бізде қатты ойрандалған жер қай жер болады? Сонда Жетісу. Сонымен қазақтардың ұлы жүздер бөлігі, ұлы жүз бастаған мысалға ұлы жүздер көшіп кеткен жер дейді, мысалы сол кезде айтамыз біз Бұхар жаққа қарай көше бастады. Орта жүздер Самарқандқа қарай кете бастады. Кіші жүздер Хиуа маңдарына қарай қоныстана бастады да. Сонымен Ақтабан, Шұбырынды, Алқакөл, Сұлама білесіздер, иә, мынау Цеван Раптанның жасаған жорығы кезінде болған еді. Содан кейін біз Ордабасыда, Ақтабан, Шұбырындан кейін сразу Ордабасыда бас қостық. Жаңа Қайырге жазған енді Ордабасын жазылған міне жерге. Сол жерде Әбілқайыр басшылыққа алып, Арқа шайқасында жоңғарларды біз жаңағы ойсырай жеңген едік. Келесі сұраққа ауысайық біз балдар. Қарахан дәуіріндегі ірі оқиға Киев Русьмен одақ құру. Балдар, бұл Қарахан заманына кірмейді, бізде бұл оғыздарда болды. Киев Русьмен одақ құрған бізде екі орыстың князі болды бізде. Святослав деген бар, Святослав. Және екіншісі 988 жыл десе, мынау 900, бізде 965-те десе Святослав, 988-де десе бізде кім? Владимир. Осы Владимирмен одақтасқан оғыздар хазарларды жеңген еді кезінде, білесіздер, хазарларды жеңген еді деп келеді бұл жерде. Киев Русьмен одақ құруының негізі себебі де ол. Хазарларды жеңіп, жаңағы ол өздерінің қарсыластарын жеңу үшін да исламды қабылдау. Қазір келеміз оған. Біз Атлақ шайқасы балдар Қарахан дәуірінде болған жоқ бізде. Атлақ шайқасы 751 жылы бізде бұл түргештер және қарлұқтар, түргеш қарлұқтар бірігеді. Түргеш қарлұқтар бірігіп кімдермен соғысады? Қытай. Осы жерде түргештер мен қарлұқтарға кімдер көмектесті? Әрине арабтар көмектескен. 751 жылы Талас өзені Тараз маңында болған. Исламның келуімен тікелей байланысты Атлақ шайқасы. Контекст сұрақтар келіп қалуы мүмкін балдар, тек осыған байланысты. Оғызға байланысты келіп қалуы мүмкін, Киев Русьмен дегенде. Мынаның әрқайсысы жеке-жеке контекст болуы мүмкін ғой, содан кейін талдағанымыздың көп пайдасы тиеді балдар. Содан кейін қайталау дейді ғой білімнің анасына. Видеоны қайта көрсеңіздер, есте сақталады осыны. Қайталап көре берсеңіздер, есте сақталады. Сонымен жібек жолының тоқтауы дейді. Бұл бізде бұған Қарахан заманында емес, жібек жолының тоқтауы бізде, ол бізде 15 ғасырларда ұлы географиялық ашуларға мен тікелей байланысы бар бұл жерде. Бұл да дұрыс болмайды, бұл бізде бұл жерде дұрыс жауап балдар. Әрине 960 жылы кім? Сатук Богроның баласы бізде кім? Мұса исламды мемлекеттік дін деп қабылдайды. Ал бірінші мұсылман болған Қарахан ханы десе Сатук Богро, исламды мемлекеттік дін дегесе бізде Мұса хан дейміз. Сонымен Қарахан дәуірінде ірі оқиға бізде дұрыс жауабы болатыналар дұрыс болмайды. Ал енді бізде келесі сұраққа өтейік. 20 ғасыр басында Қазақстанның экономикалық өмірінде орын алған өзгерістердің бірі дейді. Авиация өндірісі дамыды деген балдар келмейді. Авиация өндірісі деген бізде, газ өнімдері айналымға ене бастады дейді. Бұл да келмейді бізде. Газ өнімдері айналымға ене бастауы деген сөз бізде бұл анау индустрияландырудың кезінде ғой негізі. Сол кезде бізде газ келе бастайды. Жап түсті металлургия деген негіз балдар дұрыс болмайды бұл да. Мен өзім де шатасқанмын осы сұрақтан да. Содан кейін мен өзім осылай деп ойласам, негізінде кейін дұрыс жауабын қарасам, мынау екен да дұрыс жауап. Бұл өзім менің қателігім болған сұрақ. Сондықтан да бұл сұрақ менен өткен уже. Бір сұрақтан қателессең, негізі есіңде қатты қалады ғой бір сұрақ. Сол өзім қателескен сұрақ менің жаңағы есімде, даже бұдан 7-8 жыл бұрынғы қателескен сұрақтарымда менің есімде қалған. Сонымен дұрыс жауабы бізде жаппай қоныстандыру саясаты дейміз.
дұрыс жауабы бізде не болады бізде? Жаппай қоныстандыру саясаты. Дұрыс жауабы осы болады бізде. Жаппай қоныстандыру саясаты. Дұрыс жауабы осы болады бізде. Сонымен қоныстандыру саясаты бізде 1906 жылы Столыпин саясатына байланысты жүзеге асты балдар бізде. Столыпин саясатына байланысты аграрлық реформа жасады бізде. Бұл аграрлық реформа Қазақстанның жерлерін тартып алумен айналысты. Қазақстан жерлерін тартып алып, сырттан орыс, украин, белорус шаруаларына біздің жерлерімізді алып берді. Ал енді осы саясатты тоқтандыру үшін бізде қандай қозғалыс құрылды? Ұмытқамайық, Алаш деген қозғалыс құрылды. Осы Ресейдің осы бір отаршылдық аграрлық саясатын тоқтату үшін Алаш қозғалысы пайда болды Орал қаласында 1905 жылы, білесіздер. Ал Алаш бізде 1917 жылы партия болды. Кейін желтоқсан айында үкімет құрылды, Алашорда деген. Осы саясат Столыпин реформасы, аграрлық реформа, қоныстандырумен айналысты, жерлерді тартып алып жатты. Мысалға да соң Қазақстанда қоныстандыру үшін арнайы жер қорлары құрылып жатты. Патша үкіметі тартып алған жер қорлары мөлшерлерде келеді. Ақмола, Семей өңірлерінен әсіресе көп жер тартып алынғандығы, сонда көріп отырсыздар. Сонда Қазақстанның орталық және шығыс бөліктеріне көптеп қоныстандырылған дейсіздер. Орталық және қай жаққа көптеп келген, бізде шығыс өңірлерге көп қоныстанған екен шаруалар, орыс шаруалары да, славян шаруалары. Келесі сұраққа ауысайық біз. Оқиғаларды хронологиялық реттілігін анықтаңыз дейді. Қазақстанның Европа төрағалық етуі бізде балдар 2010 жыл бізде. Қазақстан ЕқО-ға төрағалық еткен жыл. Қазақстан ұлттық валютасы теңгесінің енгізілуі бізде 1993 жылдың 15 қарашасы күні. Енді бұл оқиғаны балдар, мына оқиғалардың бәріне мен өзім көзіммен көргем. Бұны кітаптан ғана оқыған жоқпын. Менің әрбір осы бір тарихи сәт менің өзімнің есімде. Мен ол кезде біз кішкентаймыз ғой, енді 93 жылы мектеп оқитынбыз. Саналы деген ауылда бөлеміз екеуміз қора тазалап жүреміз ғой. Сол қора тазалап жүрген кезде марқұм енді жездеміз бар еді. Сол жездеміз бізге келіп, жұмыстардың бәрін тастаңдар, Қазақстанның өзінің төл ақшасын көрсетіп жатыр, келіп көріңдер деп айтқан соң біз жүгіріп келіп, сол телевизорден алғашқы сол кезде елбасымыз Назарбаевтың әр теңгені жеке, 1 теңгені, 3 теңгені, 5 теңгені, 10 теңгені, 20 теңгені, 50 теңгені, 100 теңгені. Ең үлкеніміз 100 теңге болды сол кезде. Теңгенің өте құны, өте күшті болған балдар. Сол кезде теңгенің құны біздің 1 теңгеміз ақш-тың $4 тура келген. Бүйте салаш. Қазір қанша болып кетті? 400-500-ге барып қалды қазір, почти 500-ге кетіп қалғанда. Қалай құнсызданып кеткеннен теңгені көріп тұрсыздар. Есімде мен 1 теңгеміз $4 болған сол кезде. Қандай құнды кез. Сондықтан 93 жыл 15 қараша. Келесі Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшірілді дейді. Бұл балдар, бұны да біз өз көзімізбен куә болған оқиға. Бұл да бізде бұл оқиға Алматы қаласынан Ақмолаға көшірілген жыл 97 жылы көшті балдар. Ал көшіру туралы шешім 95 жылы қабылданды. 97 жылы көшті Ақмолаға. Ал енді осы Ақмоланың атын 98-де бізде не деп өзгертті? Астана деп өзгертіп жіберді. Ал енді есептейтін бұла қарайық енді қалай болды бұл жерде. Сонда 2-3-1 деген бізде қайсысы? Балдар, дұрыс жауап бізде не болады? С болады. Оқиғаның дұрыс реттілігі осылай қойылады бізде. Келесі сұрақ, 6-шы сұраққа келдік пе? Абылай ханға естірту жырларын арнаған жырау Бөгенбай батырдың өлімін Абылай ханға естірткен. Балдар бізде Бөгенбайдың өлімін Абылай ханға қас туған. Дұрыс болмайды. Дұрыс емес дегенім ғой. Шалкиіз келмейді дұрыс жауапқа. Жиенбет, білесіздер, бұл бізде Есім хан деп, Есім ханның кеңесшісі болған деп біледі.
жоңғар соғысына да қатысқан деп келеді. Бұл жоқ, Есім хан қалмақтармен соғыстарына да қатысқан ғой енді. Есім ханның жыршысы болған негізі жырау. Бұл жерде дұрыс жауабы Үмбетей болады балдар. Дұрыс жауап Үмбетей. Тау құлады деп келеді ғой, соның бір шумақ есімде қалды менің. Тау құлады, тау деп бізде Бөгенбайды тауға теңеп тұр ғой. Абылай ханға да ең жақын. Өйткені Абылайдың балдар тағы да бір сұрақтарда келеді. Абылайдың сенімді, қатты сенім артты кімдерге десе, біз осы айтамыз, батырларға көп арқа сүйеген. Мысалға Тәуке хан билерге көп арқа сүйесе, Абылайдың жанында көптеген батырлар болды, және Абылай жырауларға көп арқа сүйеді. Содан кейін міне Үмбетей, Ақтанберді, содан кейін Тәтті қара деп келеді. Абылайдың жанында болған жыраулардың бірі, мысалға Бұхар жырау деп те келетін жері бар. Оның тікелей кеңесшісі болған Абылайдың. Сонымен бұл жерде дұрыс жауап Үмбетей болады. Келесі сұраққа ауысайық. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың соңы, қараңыздар, біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдық, бір мыңжылдың ішінде 10 ғасыр бар. Бізді болса бізде соңынан саналады. Сонда бірінші мыңжылдықтың соңғы қарайғы жағы бізде сол біздің заманымыздан бұрынғы сол 4-ші ғасыр мен 1-ші ғасырлардың аралығы ғой бізде. Осы 4-ші ғасыр мен 1-ші ғасырдың аралықтары, яғни соңғы жағы болып келеді. Үйсін мемлекеті құрылған жер Каспий. Балдар, бізде бұл жақ аймақтарда көбінесе сарматтар. Кімдер? Сарматтар. Саян Алтай, жоғарғы Енесей жағы болса бізде Ари Маспылар. Жетісу және Сырдың орталары және төменгі ағысы болса Тигра Хаудалар. Тигра Хауда. Тигра Хауд. Бізде бірақ үйсіндер сұрап тұр ғой. Ал енді балдар, осы Жетісуға Тигра Хауда сақтарының орнына келген кімдер бізде? Осы аймақта Тигра Хауда сақтарының орнына бізде үйсіндер келді. Сонда бізде дұрыс жауабы Д болады. Алар дұрыс келмейді. Сонда дұрыс жауап Жетісу, Тарбағатай, Тянь-Шань аумағында бізде кімдер өмір сүрді? Үйсіндер өмір сүрді. Бірінші мыңжылдықтың соңында. Үйсіндердің өмір сүруі біздің заманымыздан бұрынғы осы 4-ші ғасыр немесе 3-ші ғасырлар аралықтарында өмір сүрген үйсіндер. Сонымен бізде енді мына бір шыбынды мазамызды алды ғой. Келесі сұраққа ауысайық онда біз. Келесі сұрақ бізде Қазақ хандығының солтүстіктегі жерлерін Сібір хандығының есебінен кеңейткен саяси қайраткер. Балдар, дұрыс жауабын айтатын болсақ, Жәңгір хан келмейді бізде. Дұрыс жауап емес Жәңгір хан. Жәңгір хан бізде бұл 1628 жыл және 1652 жылдар аралықтарында билік еткен, жоңғарлармен бірінші рет соғысқан, Орбұлақ шайқасын ұйымдастырушылардың бірі бұл. Бізде өмірінің басынан соңына дейін, яғни билік еткен жылдардың барлық жоңғарлармен соғысып өткен. Мынау сұрақ бұрын алдыңғы тесттерде келген Наурыз Зубутыда. Өмірінің басынан соңына дейін жалпы билігінің барлығы жоңғарлармен соғыспен өткен десе, осы Жәңгір ханды айтамыз. Наурыз Зубутыда келді осы сұрақ. Керей дұрыс болмайды. Қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі Керей, алғашқы хан. Одан кейін Жәнібек, білесіздер, Керей туралы бізде ол дұрыс келмейді. Бұрындық бізде 1474 және 1511 жылдар аралығына дейін Қасым ханға дейін билік етті. Бұл бізде дұрыс келмейді. Билікті соңына дейін жеткізе алмаған деп келеді. Мәтін сұрақ бар айтпақшы осыған байланысты. Бұрындыққа билікті соңына дейін жүргізе алмай Самарқандқа көшіп кеткен хан. Қазақта жалғыз осы хан балдар өмірінің соңына дейін билік етпеген. Яғни биліктен кеткен осы хан. Қалған хандардың барлығы көбінесе бізде билікті осы кеудесінен шыққанша басқарған ғой хандардың ба.
Ал енді балдар бұл жерде дұрыс жауап бізде Хақназар екен ғой. Осы Сібір хандығының есебінен солтүстіктегі шекарамызды кеңейткен екен. Сібір хандығы Қазақ хандығының солтүстігінде болған балдар. Сол дұрыс жауап бізде Хақназар хан. Сонда балдар солтүстікте Сібірден балдар Хақназар хан, сонымен қатар бізде батыста да кеңейтті. Кімдердің есебінен десе не дейміз? Ноғай, ұмытқамайық. Ноғайлар өз еркімен келіп Хақназардың тұсында қосылды, ұмытқамайық. Ноғайлар келіп қазақтың кіші жүз ордасына, Алшын ордасына келіп қосылды. Алшын кіші жүздің негізі түп атасы Алшын ғой, енді сол кіші жүздің үлкен сол атасы Алшындар одағына келіп қосылды. Бізде бұл қай хан? Хақназар хан. Дұрыс жауабы сонда балдар Хақназар болады. Хақназар туралы енді айтсақ енді көп айтуға болады. Енді мына жерде билік еткен жылдар білесіздер, 42 жыл нақты билік еткен, 1538-80 жылдар билік еткен. 40 жылдан астам уақыт, кейде 30 жылдан жуық деп те келеді кейбір жерлерде. Сонымен дұрыс жауап бізде Хақназар. Келесі сұрақ. Келесі сұраққа қосайық. Мен осы сұрақ шешпейді. Мына сұрақты қай жерден алды деген сұрақ. Міне балдар 142 бет, 10 класс, Жандосов авторы. Қайқа кетіп қалды. Міне 142 бетте Хақназарға Сібір хандығының есебінен солтүстіктегі өз иеліктерін кеңейтті дейді. Міне Хақназар хан Сібір хандығының есебінен солтүстіктегі. Осыны естен шығармайық. Не жерде Тәуекел хан туралы да мағлұматтар тұр, көп дұрыстар. Осылардың арасынан алып бере салады, өзге контекст жасап бере салады да. Міне Сібір хандығының есебінен солтүстіктегі деп тұр. 142 бет, 10-шы сынып, мектеп баспасы, автор Жандосов. Осы кітаптан алынғандығын сіздерге көрсетіп отырайын дегенім ғой. Егерде видеоны мен жай сөйлеп жатсам, өзің білесіздер, ютубта жаңағы скорость деген бар ғой, соны 1:2-ге немесе 1:75-ге қойып тыңдасаңыздар да болады, тезірек өткізіп та жалып жатсаңыздар. Ал келесі, ертіс пен орталық Қазақстанда көптеген кен орындарын алғаш ашқан кім? Ушаков. Дұрыс келмейді балдар. Рязанов келмейді. Ушаков пен Рязанов балдар бізде Қарағанды көмір шахтасын Аппақ Байжановтан сатып алған адамдар ғой. Сатып алған саудагерлер бар. Жаңа осы жерде кенді игеру үшін осы Қарағанды кен орнын келіп сатып алады. Одан мына тұр екен ғой, Байжановтың өзі айтып тұр екен ғой бұл жерде. Байжанов та дұрыс келмейді бұл жерде. Сонда дұрыс жауап не болады бізде балдар? Қосым Пішенбаев болады дұрыс жауап. Қосым Пішенбаев. Бұның да балдар қай кітаптан алынғандығы туралы көрсетіп кетейік. Ертіс бойы және орталық Қазақстан дейді. Тура сөзбе-сөз алып бере салған ғой. Қазір кітаптан көре салайық. Міне ертіс бойындағы орталық Қазақстан, міне Қосым Пішенбаев деп тұр, көріп тұрыңыздар. Осыны есте сақтауымыз. Міне тағы да көп жаңа мағлұматтар тұр. Ол қандай қызмет атқарған? Марк Шрейдер жұмысын атқарған. Сол осы келуі мүмкін сіздерге. Және де кен орындары екібастұз, нақты айтсақ, Май, Қайың полиметалл кен орындарын ашқан. Одан кейін міне көріп отырсыздар, осы тас көмір кен орындарын ашқан. Мынау Талдыкөл, Жамантұз, Қарасор, Шөптікөл, Майкөбік сияқты дейді. Осылардың бәрі біз үшін міне жаңа айтып кеткенім, айтпақшы тұр ғой, міне Ушаков пен Рязанов, жаңа айтып кеткенім осы сұрақта, міне Қарағанды көмір кенін орындарын Жезқазған бағасын сатып алды дейді. Міне айтпақшы Қарағанды, Успенск, Жезқазған және Спасск, Воскресенск. Бір жерде мынау келуі мүмкін, бір жерде мынаусы келуі мүмкін, көрдіңдер ме балдар? Сондықтан да тікелей немен дайындал деген сөз, әрине оқулық. Тек тікелей сүйенетін нәрсеміз оқулық. Балдар сливке де, басқа нәрсеге де көп сенім артпаймыз. Біз 100% мектеп оқулығына сүйенеміз. Спецификацияда бекітілген оқулықтармен. Мына шыбынның да бір пайдасы бар екен, осы жерде шыбын туралы айта кетейін енді. Сіздер ұбт-ға дайындалып, күн ыстып, енді шыбын шықты ғой. Ұйқың келіп қысып атқан кезде мына ұйқыңды келтірмейді екен. Анау Ахмет Байтұрсыновтың Маса деген өлеңі бар ғой, ызыңдап оятам деп.
сол сияқты ызыңдап оята береді да бұлар ше. Дайындал, ұйықтама, ұйықтайтын уақыт емес деп. Уақыт, оралмайтын бақыт, әрбір сәт бағалы, білесіздер да, әрбір минут, секунд сіздердің алдағы қуаныштарыңызға себеп болатын нәрсе ғой енді осы. Қазір мен осы видео сабақты көріп отқан адам керемет іспен айналысып отыр. Өзінің болашақ тағдырында, болашақта үлкен жетістіктерге жетем деген оқушылар көреді, до конца көрейік балалар, рахма видеоны. Пысып кетті, үйтіп кетті деп жалқаулыққа берілмейік. До конца дейді ғой, яғни соңына дейін шыдайық дейік. Келесі сұраққа ауысайық. Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялар және басшыларын сәйкестендіріңіз дейді. Сәйкестендіру дейді балалар. Мына жерде бізде Мұхамеджан Тынышпаев балдар бізде Түркістан автономиясын басқарған. Одан кейін Тынышпаевты алмастырған кім десе, біз айтамыз Мұстафа Шоқай дейміз, ұмытқамайық. Реті келген кезде айтып кетейін бәрінің. Түркістан автономиясын бізде кім басқарған сонымен? Мұхамеджан Тынышпаев басқарған. Одан кейін кім ауысты мен? Мұстафа Шоқай ауысқан еді. Түркістан автономиясы 1918 жылдың 22 қарашасы күні Қоқан қаласында құрылған. Негізін қалаушы Мұстафа Шоқай деп саналады, бірақ біз бірінші басшылыққа осы Тынышпаевқа ұсынған. Кейін Тынышпаев басқа қызметпен Қазақ АКСР-іне ауысады. Сол кезде Мұстафа Шоқай Түркістан АКСР-ны өзі басқарып кеткен. Сейітқали Меңдешев бізде балдар бұл кісі Қазақ АКСР-ын басқарған. Қазақ АКСР-ның негізі балдар екі басшылығы болды. Біріншісі халық комиссарлар кеңесі, екіншісі орталық атқару комитеті, екі басшылық орган Қазақ АКСР-інде. Соның егерде мынау ОАК-ны басқарған кім десе, кімді айтамыз біз? Осы Меңдешевті айтамыз ОАК-ны, ал ХКК-ны басқарған бізде Радус Зенкович деген кісі. Зенкович. Халық комиссарлар кеңесі бізде балдар бұл заң шығаратын орган. Ал орталық атқару комитеті өзі айтып тұрға, атқару комитеті бұл. Заңды атқаратын органда. Осылай. Қазақ АКСР-іне байланысты айтпақшы контекст сұрақты келген екен. Қазақ АКСР туралы кішкене айтып кетейік. 1920 жылы 26 тамызда құрылды. Қазақ АКСР-ның алғашқы астанасын білмейтіндер болса айтып қояйық. Орынбор қаласы болды бізде бірінші астана. Қазақ АКСР-ның құрамына қосылған аймақтар Қостанай, мынау Ақмола, Қостанай, Петропавл, Павлодар аймақтарын қоспау мәселесін талқылап жатқан кезде бізде осы Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов және Әлімхан Ермековтердің үлкен жасаған ерлігімен бізге сол аталған аймақтар қосылған еді Қазақстанның құрамына. Контексттерде осындай сұрақтарда келген екен да, содан кейін айтып отқан жайым ғой енді. Қазақ АКСР бізде азамат соғысынан кейін құрылды. Негізі 1918 жыл құрылу керек еді, бірақ азамат соғыс басталып кетті де, Қазақ АКСР одан кейін біткен соң құрылған еді. Ал енді Алаш автономиясын білесіздер, енді бұл көпшілік оқушы білу керек бұны. Әлихан Бөкейханов. Алаш автономиясы 1900 Алаш туралы айта кетсек, Алаш автономиясы туралы 1917 жылы егерде шілдеде десе біз айтамыз. Балдар екеуі де Орынбор қаласында. Қысқарта салайын мен. Орынборды қысқарта салайыншы. Орынборда шілде уақытында болды. 21-23 шілде аралығында өтті. Бұл жерде партия құрылды. Алаш партиясы десе біз айтамыз шілде айында Орынборда. Ал үкімет тура осы жылы, бірақ желтоқсан айында құрылды. Желтоқсанның 5 мен 13 аралығында бізде дәл осы Орынбор қаласында екінші жалпы қазақ съезі өтеді. Жалпы қазақ. Бірінші жалпы қазақ съезі балдар, міне 17 жыл шілде айында өтті. Ол кезде партия құрылды. Екінші жалпы қазақ съезінде үкімет құрылды, ұмытпаймыз. Алаш автономиясы үкіметі бізде желтоқсанда екінші жалпы қазақ съезінде, ал партия бізде бірінші жалпы қазақ съезінде, екеуі де Орынбор қаласында құрылған еді. Ұмытқамайық. Ал енді оның төрағасы көріп тұрсыздар, Әлихан Бөкейханов. Сонда бұл жерде біз сәйкестендіретін болсақ, бізде бір қайсысы 1В, 2А, 3С.
Сонда дұрыс жауап бізде қайсысы бұл жерде? Бір В міне тұр, дұрыс жауап сонда В бола ма? Так, дұрыс жауап В бола ма? Бір В дейді, екі А дейді, дұрыс, үш С дейді. Дұрыс жауап сонда балдар В варианты болады екен. Міне, осылай жаттап алайық бұнда. Сұрақты да келесі сұрақ. Бізде тарихи білімімізді пайдаланып, ал енді балдар карта арқылы келетін сұрақтар. Картамен байланысты. Білесіздер, карта бізде бұл контекст келеді, кейде картамен де келеді. Атлах шайқасы келіпті, көріп тұрсыздар міне. Атлах шайқасының Тараздың маңында болған. Үш жақтан жау келді міне, шығыс түріктер, шығыс жақтан. Ал енді оңтүстік шығыс жақтан Таң империясы, мияқтан білесіздер міне, батыстан арабтар келді. Енді араб Қытай әскерлері бізде бірден дұрыс жауабын айтып қояйық. Араб Қытайлар ғой міне. Жаңа айтып кеттік біз. Енді арабтар жағында бізде түргештер және біз арабтар жағында болдық қой. Түргеш және қарлұқтар бірге болдық осы кімдермен? Арабтармен біріктік. Мына қарлұқтар басында Қытайлармен болады. Соғыс 5 күнге созылған. Қазір біз талдаймыз, қазір келеді. Мәтін болып келіп жатқан. Сол кейін соғыстың соңғына қарай 4-ші және 5-ші күндері қарлұқтар арабтар жағына өтіп кетеді. Түргештермен бірігіп, араб Қытай түргеш үшеуі бірігіп Қытайдың әскерін тасталғанша жүргенде, сонда дұрыс жауап бізде осы А варианты болады. Славян түрік келмейді, грек парсы келмейді, ауған үнді келмейді бізде. Келесі сұраққа ауысайық енді. Тарихи біліміңізді және де картаны пайдаланып, түргеш қағанатының құлау себебін дейді да. Олар құлау себебі. Мына араб шапқыншылығы. Ерден араб шапқыншылығын көріп тұрсыздар. Бізден Қытай шапқыншылығы, мектен шығыс түріктердің шапқыншылығы. Үш жақтан келді, шапқыншылық. Бірақ бізде мына жерде қараңыздар болдар. Мен қаланы олайшы қазір. Мына жерде не дейді? Қара, сары дейді. Түргештер арасындағы бірлестік кестесі дейді. Бұл дұрыс болмайды балдар. Салжұқтармен болған ұзақ соғыс келмейді. Батыс түрік тарапынан көрсетілген қысым келмейді. Міне, жерде шығыс түрікті көріп тұрсыздар ғой. Әрине шабуыл жасалғаннан кейін ол мемлекеттің тікелей құлауына себептер жасайды. Сонымен шығыс түрік қағанат тарапынан көрсетілген қысым, нақты айтсақ, Қапаған деген қаған. Шығыс түріктің қаған 711 және 15 жылдары осы 5 жылдың арасында өзінің бақылауында ұстайды түргештерді. Сонымен шығыс түріктердің ішінен қайта шабуылда түргештерді әлсірете түседі. Сонымен қатар қара түргештер мен сары түргештің арасындағы бірлестік деп тұр ғой бұл жерде. Екеуінің арасында бірлестік болды, бірақ екеуінің арасында негізі 20 жылдай соғыс болған екеуі. Бұл жерде бірлестік деп тұр, бірақ арасындағы соғыс десе дұрыс жауап осы болып кетер еді. Ал бізде енді бұл жерде дұрыс жауап не деп тұр? Шығыс түрік тарапынан көрсетілген қысым осы дұрыс жауап осы болады. Олар Т болады дұрыс жауап. Нақты айтсақ, Қайқағанның тұсында шабуыл жасаған, Қапаған қағанның тұсында. Келесі сұрақ. Бізде дәл осы карта не дейді, бірақ бұл жерде бізде картаны пайдалану дейді. Біліміңмен бірге Атлах шайқасының түрік халықтарының тағдырына қалай әсер етті дейді. Түркілер арасында ислам мәдениеті шеттетілді деген жер дұрыс келмейді. Олар негізі таратылды десе, осы дұрыс болып қалар еді. Шеттетілді деген жоқ қой, біздің наоборот ислам таралды осы Атлах шайқасынан. Тан империясы картадан жойылған жоқ. Балдар бұл да дұрыс келмейді. Мынау да дұрыс келмейді. Арабтар Орта Азия аумағына шегін дегенде дұрыс келмейді. Бізде дұрыс жауабы не болады? Атлах шайқасында Таң империясы жеңіліп өзінің Қытайына қуылған еді. Сондықтан да дұрыс жауап бізде не болады? В вариант бізде балдар дұрыс болады. Келесі сұрақ. Тарихи біліміңізді картаны пайдаланып Атлах шайқасында қатысты дұрыс дәйектерді. Дұрыс дәйекті көрсет дейді. Дұрыс дейді, бұлар қараңыздар. Атлах шайқасы 5 күнге созылды. Дұрыс болады. Мен жаңа айтып кеттім сіздерге 5 күн. 5 күн соғысты 3-ші және 4-ші күндері қарлұқтар түргештер жағымен өтіп, түргештер мен қарлұқтар Қытай жағына шықты. Бұл дұрыс болмайды. Атлах шайқасынан кейін түркілер арасында тәңіршілдік мәдениет. Бұл дұрыс болмайды. Бұл шайқас Қытайдың шығысқа қарай бағытталған экспансиясын тоқтатты дейді. Вот осы дұрыс болады. Мына екеуі дұрыс болады. Сонда бізде
Бұл шайқаста тоқтаңыздар. Бұл шайқас Қытайдың шығысқа қарай бағыт. Жоқ, тоқтатамыз. Бұл дұрыс емес екен, ойбай. Осы шайқастан кейін қарлұқтар жетісуда үстемдікке қол жеткізе бастады деген дұрыс болады. Осы шайқаста балдар, жаңа айтып кеттік қой, қарлұқтар шешуші рөл атқарды мынау Атлах шайқасында. Арабтар жағына өтіп кеткен. Жеңіліп жатыр еді ғой баста арабтар мен түркештерді. Кейін мына Қытай жақта жүрген қарлұқтар арабтар жағына өтіп кетіп, жеңіске жете бастайды. Сондықтан да арабтар жағынан қарлұқтарға көп қолдаулар бола бастайды осы жерде. Сондықтан жергілікті халықтарда көп сенім арта бастайды. Жергілікті халықтардың арасында беделі өседі бұның. Өзің ойлай бер, өзің былай логикаға салсақ та, сонда дұрыс жауап бізде 1 мен 5 болады. 1 мен 5 А болады, А варианты дұрыс болады сонда жауабы. Міне, келесі сұрақ. Атлах шайқасы өткен қала маңын анықтаңыз дейді. Атлах шайқасы көріп тұрсыздар ғой, міне, балдар картада осындай сұрақтар келсе қандай тамаша, міне, Тараз. Дұрыс жауабы. Сразу кете берейік онда. Ал енді келесі бізде мәтін сұрақ келген балдар. Мәтінді асықпау керек. Бірінші мәтінді қалай белгілейміз? Балдар мәтінді менде өзімде пробный тапсырып тұрам балдар. Негізді осы ұлттық тест орталығының 600 теңгелік ақылы тест бар ғой. Сол тестті тапсырып отқан кезде мен енді бәрін тексерем ғой, енді сұрақтарды кейін. Сол кезде біліп тұрған сұрақты толық оқымауымның кесірінен бүйтіп оқи саламын да, кейбірде сұрақтардың басы бірдей басталғанмен аяқ жағында әртүрлі болып кетуі мүмкін да оның жауабы. Басы ұқсас сұрақ, жауабы әртүрлі болып кететін. Сонда мына сол сұрақ қой деп белгілеп қалам, кейін барып қатемен жұмыс істеп жатып қарап қалған кезде мына жерде мынаны сұраған екен ғой мен деп. Сол үшін балалар осындай қателіктерге жол бермеу үшін мәтінді толық оқып шығу керек, асықпай. Енді мына жерде біз қарайып отырсақ, мәтінді дейді, және тарихи біліміңізді пайдаланып, Асфендияров оқыған Петербургтегі оқу орнын анықтаңыз дейді да. Петербургтегі оқыған оқу орны балдар өзі де айтып тұр ғой міне. Реалдық училищені бітірді, кейін барып қандай дейді, әскери теңіз министрлігінің стипендиясына оқуға түсті дейді. Сонда бізде әскери дәрігер болған, ұмытқамаңыздар. Сонда бізде бұл дұрыс жауабы не болады? Д болады, Д варианты осы дұрыс болады. Заң университеті, бізде бұл заң университетін Бөкейхановпен бізде кім бітірген? Жақып Ақпаев және Әлихан Бөкейханов, және де Санкт-Петербургтегі заң Мұстафа Шоқай бітірген, осы үшеуі. Орман институтын Әлихан Бөкейхановтың балалар экономикалық та білімі болған, Орман институтын бітірген Әлихан Бөкейханов. Артиллериялық училище Абайдың баласы Әбдірахман бітірген оқу орны бұл. Артиллериялық училище, осыны ұмытпайық. Ал енді бізде Асфендияров болса әскери медициналық академияны бітіріп шыққан. Балалар мәтінде қарап отырамыз. Мына жерде мәтінде жауабы бар екен. Келесі дәл сол мәтін жаңағы балдар, мәтін ғой енді. Сол мәтінді пайдаланып мамандығын анықтаңыз дейді. Не болыпты бұл жаңа мәтінде бізде көрсетіп қойған, әскери дәрігер болған деп. Жаңа мәтінде көрдіңіздер ғой, әскери дәрігер деп көрсеттік қой. Келесі сұрақ, Асфендияровтың жазған еңбегін анықтаңыз дейді. Ал енді жерде мәтінде жоқ балдар, қараңыздар. Мына жерде мәтінде көрсетілмеген. Бірақ бір жерде мәтінде бір кілт деген нәрсе болады. Кілт сөз, ключевой слово дейм, кілт сөздер. Мына осы сөз арқылы тауып аламыз. Мен зерттеген ол кісі ұлттық тарихпен әуестенді дейді бұл кісі. Негізі қазақтың көне заманнан бергі тарихы деген еңбек жазған кісі бұл кісі. Көріп отырсыздар, қандай баяғы осы замандағы біздің тұлғаларымызда энциклопедиялық білім бар, әскери білім бар, медицина бар, и история бар, тарих бар. Көріп отырсыздар да, біз біреуінің өзін жартамай жатырмыз да мына жерде. Ал сонда балдар бұл жерде Асфендияровтың жазған еңбегі, білесіздер, тар жол тайғақ кешу, бізде бұл Сәкен Сейфуллин, математика жаңа тарихпен не алама байланса ма, мүлдем байланыспайды. Дұрыс келмейді ол. Әдебиет тарихы деп тұр, әдебиет тарихын айтқан жоқ. Міне қазақтың өткені деректер мен құжаттар бізде тарихпен ғой. Міне сол сөз сүйену арқылы, логика арқылы тауып алуға болады балдар. Көрдіңіздер ғой? Бұл жерде біз не? Яғни мына жердегі неге сүйендік? Ұлттық тарих деген сөзге
сүйендік та осы сөзді ұстап алдық та мына сұрақтың жауабын тауып алдық біз. Сонда Д варианты дұрыс болады. Келесі сұрақ: Асфендияровқа қатысқан соғысты анықтаңыз дейді. Балдар қараңыздар. Мына жерде кімнің өмір сүргенін көрсетіп тұр да, қараңыздар. Міне 38-ші жыл. Бізде екінші дүниежүзілік соғыс деген келе ме мына жерде? Екінші дүниежүзілік соғыс деген дұрыс келмейді. Өйткені 38-ші жыл өмір сүрген ғой, 38-ші жылға дейін. 38-ші жыл бұл кісі қуғынға ұшырады ғой, 1938 жыл қуғынға ұшырап кеткен. Яғни екінші дүниежүзілік соғыс бізде 1939-45 дейді ғой, екінші дүниежүзілік соғыс, бұл келмейді сәйкес. Мүлдем сәйкес келмейді бұл кезде. 1938 так. Сонымен ал енді екінші дүниежүзілік соғыс келмейді бізде. Бұл яғни екінші дүниежүзілік соғысқа дейін өмір сүріп кеткен, Орыс-Швед соғысы бізде білесіздер, ол 1700 білесіздер деп мен дүниежүзі тарихында келетін сұрақтар ғой, 1700 және 1721 жылдар болған соғыста, ол солтүстік соғыс деп аталған. Вообще дұрыс келмейді. Орыс-Жапон соғысы 1904 және 5 жылдары болды. Әлемдегі ең үлкен мемлекет, ең кішкентай мемлекетпен соғыс масқара болып жеңіліп қалды орыстар сол кезде. Масқара болды да сол кезде. Бұл жерде дұрыс жауап әрине балдар. Бірінші дүниежүзілік соғыс болады. 14-18 жылы Асфендияров сол соғысқа қатысқан. Мәтінде бұл соғыс айтылмаған, бірақ осылай логикамен жаңағы өмір сүрген жылдың қарайсың да, сонымен тауып алуға болады. Логиканы көп көмегі болады балдар, логикаға қатты сүйеніп отыру керек. Ал логика кезде болады, тиянақтылықта болады бізде, тиянақты, асықпай, ойды жинап, фокусты бір жерге салып отыру керек та. Келесі сұрақ, ең соңғы сұрақ екен балдар. Асфендияровтың ғылыми қызметіне қатысты дұрыс дәйек дейді. Археология мектебінің негізін қалаған жоқ, археолог болған жоқ ол кісі. Медицина институтының алғашқы ректоры деген балдар, осы дұрыс болады осы. Бірақ енді бұл жерде жаңа неде мәтінде көрсетілмеген, бірақ логикаға сүйеніп тауып алсаң болады. Бізде 1931 жылы Алматы қаласында медицина институты ашылған еді ғой. Соның алғашқы ректоры осы кісі болған, Асфендияров болған. Жаңа айтып кеттік, мынау мәтінде тұр, міне осы. Сонда дұрыс жауап 2 мен 3 болады, Д болады дұрыс жауап. Көтерілістер монографиялық зерттеу жүргізген жоқ ол кісі. Ал да дұрыс болмайды. Не екеуі дұрыс болады сонда. Дұрыс жауап 2 мен 3. Жақсы оқушылар, ал енді осы сіздерге пайдалы болсын. Сіздерден бір өтініш, бірімізге жәрдеміміз тиіп отырсын, көмегіміз тиіп отырсын дейді, білімді бөліссең көбейеді дейді. Осы видеоны өздің достарыңызға және лайк, пікір жазып, осы видеоның таралуына атсалысып жіберейікші, сіздерден көмек сіздерге. Сіздерден маған сол көмекті. Жақсы балдар, сау, сәлематта осындай видеоларды мен салып тұратын боламын. Бәріңізге сәттілік.